Саламатсыздарбы, құрметті ұстаздар, құрметті көрермендер. Мектебіміздің алғашқы әскери дайындық кабинетіне қош келдіңіздер. Біздің 10-11 сыныптар тұрғанда, ұлдар, қыздар, біздің қорқатын ештеңеміз жоқ. Кеттік. Құрметті көрермендер, оқушылардың да дайындалатын саптық дайындығы. Жерден олар аяқтарын 25 см, 20-25 см көтеру керек. Автомат құралдарын қалай көтеру, ұстау керек қолға, қалай сапқа тұру керек, сол туралы біздің көріністеріміз. Әскери топография. Кез келген жерге оқушылар түсіп қалған жағдайда, олар біздің компас арқылы, немесе күн сәулелері арқылы өздерін жаңағы әскери адымдар бар. Мысалға, ол жерде 2 адым, 1 адым болып саналады. 2 қадам жүресің, раз дейсің. Тағы 2 қадам жүресің, 2 дейсің деген сияқты. Сондай бағдарлармен өздерін жолын тауып біледі. Азаматтық дайындық, бұл жерде әртүрлі жағдайлар болған кезде, қауіпті өрт, қауіпсіздігі дейді, тағы да әртүрлі жағдайлар болғанда, олардың киінетін киімдері, костюмдерімен, жеңіл қорғаныш костюмын шешу, кию ол уақытқа, атыс дайындығы, АКМ, автомат Калашников 74, олар шашып жинауды үйрену керек. Бұл соған нұсқаулық. Біздің оқушымыз Мырзабай Ернұр дейтін, ол 26 секундқа АКМді шашып жинайды. Мақтан қойын. Қазақстан Республикасының қарулы күштері біздің Қазақстан Республикасының кез келген жағдайға дайындығы. Нұсқаулық. Альфа әскери патриоттық үйірме жұмысы. Біздің мектебіміздің жұмыстары, біздің тобымыздың аты Альфа. Жаңағы жаққа барғандарымыз саяхатқа, әскери бөлімдерге, және де оқушылармен жасаған жұмыстарымыз. Теледидарымыз қажет болған жағдайда теледидар қосып, видеороликпен көрсетеміз. Мұздатқыш және жылытқыш. Киімдеріміздің өзі қалың, біздің оқушыларға қалың. Содан обязательно бізге міндетті түрде кондиционер керек. Көрсетеміз бәрін жазып, айнамыз сондай қоятын, өйткені әскер дейтін әрдайым әдемі көріністі жүру керек. Тактикалық дайындық, бұл жерде окопқа қашан кіру керек, танктың артында қалай соғыс барысында әрбір әскер өзін қалай алып бару керек туралы мәліметтер. Санитарлық дайындық ең маңызды бөлімнің бірі санитарлық дайындық. Егер біздің тобымызда, біздің командамызда бір жауынгер өрнек болып қалған жағдайда, біз кез келген уақытта, кез келген көмекті аянбай беріп білуіміз керек. Сонда біздің әріптесіміз тірі қалады деген сияқты. Санитарлық дайындық. Қысқаша осы, ары қарай кеттік. Біздің алғашқы әскери дайындық пәнінің қару сақтау бөлмесі.
сигнализациямыз. Ол сигнализация егер бөтен адам ашатын болса, кіретін болса, сигнализация жұмыс істейді. Ары қарай. Келіңіз, мына екінші решетка есігі, одан кейін жаңағы өрт сөндіргіш баллоны, ары қарай противогаздарымыз біздің қару сақтау қоймасы, палаткалар, военный рюкзактар, карабин, сондай құралдар. Спорт туризмнің каскілері, видео, дискі видео кассетілер, пневматикалық оқ-дәрілер. Ақаны көрсетейін ба? Қаруларымыз тұр. АК-74 деп аталады. 74-ші жылы шыққан автомат Калашникова. Әлемге әйгілі қаруымыз. Предохранительден шешіледі. Заряд етіледі және атылады. Автоматтық түрге қоюға болады, одиночный. Бірін деп атуға болады. Оқушыларымыз осыны 11-ші сынып оқушыларымыз 26 секундқа дейін шашады. Біздің мектебіміздің рекорды, мақтанышы. Және қала деңгейінде, облыс, республика деңгейінде жақсы көрсеткіш көрсетуге болады. Кез келген жағдайға біз дайын болуымыз керек. Дайын болыңыздар.